Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін тағы да өздеріңізбен Сауран подкаст студиясына көріскенімізге қуаныштымыз. Бүгін өздеріңізбен бөліскелі отырған тақырыбымыз дін, руханият, дәстүр, ұлттық болмыс тақырыбы аясында өздеріңізге құнды ақпарат ұсынуға тырысамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Түркістан облысы Сауран ауданы Аша елді мекені, Аша мешітінің имамы Сапаров Бақберген ағамыз келіп отыр. Аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум, қош көрдік. Ең әуелгі сұрағымыздан бастасақ, қазіргі уақытта өзіңіз білетін бүгінгі тақырыпта дін, руханият, дәстүр, ұлттық болмыс тақырыбы аясында дін мен дәстүр тікелей бір-бірімен тығыз байланысты. Және осы қазіргі уақытта дін мен дәстүрдің көп айтылып жүрген өзіңіз де білесіз. Осы екі ұғым туралы қысқа нұсқа айтып өтсеңіз, және бұл осы екі құндылықтың адам өміріндегі орны қандай, сол туралы бисмилля деп сөз бастасаңыз иншалла. Бисмилля. Шынында мына біріншіден айтарымыз, мына студияның ашылуы жақын арада ашылған екен. Алла Тағала құтты болсын. Және де осы біз бүгінгі мына қозғайын отырған тақырып дін мен дәстүр деп отырсыз ғой. Осы сабақтастығы және осы бүгінгі уағыз насихатымызда Құда қаласа осы қазақ елімізге, халқымызға да Алла Тағала сондай бір жақсы амал ететіндей сондай уағыз насихаттан болуын Алла нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, ақиқатында қазіргі өзекті мәселе, қозғалып жатқан мәселе, және де осы дін мен дәстүр жайында, дәстүрді діннен бөлу жайында сондай бір ұғымдар кіріп жатыр. Сондықтан да біз әрдайым айтамыз, бұл сабақтастығы дін мен дәстүрдің, және былай айтқанда бізде тиынның екі беті сияқты ғой. Дін мен дәстүрдің жақында құстың екі қанаты сияқты. Құстың екі қанаты. Сол сияқты бұны еш уақытта ажыратамаймыз. Бұл ажыраса дәстүр кетсе дінде кетеді. Сол сияқты ал дінді жеке алып қарайтын болсақ, бұл дін рухани тазалық. Бұл исламдағы дін, бұл қанша дінге қарағанда соның ішіндегі ең тазасы. Неге? Өйткені burada өзі бекітілген фих мәселесінде ғұсул дәреті бар, басқа да тазалық жағы мәселесі бар, және де әрбір істегі тазалық. Екінші мәселесі мынау адалдық. Әрбір ішіп жеу асымызға да көңіл бөлу, жүріс-тұрысымызға көңіл бөлу, киген киімімізге тазалығына мән беру. Міне соншалықты тазалық. Егер дәл осы амалда жүретін болсақ, иншалла біздің дінге деген ол өзі көзқарасымыздың сондай туралығы. Сол сияқты бұларда енді дәстүрге келетін болсақ та, дәстүр ол біздің қазақи болмысымыздың көрінісі. Бұл амал түрімен, іс-әрекет түрімен біз қазақи өзіміздің дәстүр салтымызды ұлағаттау, көрсету, жеткізу. Осы арқылы біз дін мен дәстүрдің сабақтастығын осыдан-ақ байқауға болады. Сондықтан да мынау қазақи киім киеміз, басқа қыламыз, бұл біздің дәстүріміз. Мысалы, жаңағы айтамыз, қазақи неде де жаңағы қырқы, пешенбілігі деген қазір көп қозғалып кетіп жатыр. Діни рәсімдер. Діни рәсімдерде осы мәселеде қатты қозғалып кетіп, бұл шариғатта жоқ, басқа дейді. Бұл бізде дәстүр деген не? Дәстүр деген бір нәрсе қайталана берсе, сол дәстүрге айналады дейді. Бірақ ол дәстүр ешқандай шариғатқа қарсы келмейді. Егер дәстүр шариғатқа, діни салада ешқандай қайшылық келмейтін болса, оны қолдануға болады. Сол сияқты дәстүрімізді дәріптеп, осы қазіргі жастарға әсіресе осы амалдарды, осы нәрсені көбірек айту. Біз қазір отбасында да, басқа да алам түрін мәселесі қазір дамылған уақыт, содан көбірек сабақ аламыз. Burada діннің өзінде де, дәстүрдің өзінде де тәрбие бар екенде, үшті жағында тәрбие. Біз соны тәрбиенің қазіргі уақытта қарап отырсақ, бір жағын ғана алып қойғанымызда, тек қана айту, ақыл айту, сөзбен айтып жеткізуді. Жоқ, олай емес. Ақылың болса, ақылмен айтып жеткіз. Екінші мәселе қайсысы? Екінші мәселе сенің жүріс-тұрысың, киген киімің. Ол да тәрбие. Ал үшінші қайсысы? Үшінші сенің сөйлеген сөзің, көркем мінезің, мінез қылқың,
әрбір әрекетің. Мысалы діннің өзінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уақытының өзінде небір хазіреттеріміз, сахабаларымыз болды, иә. Осы кісілердің өзінде дінге қанша шақырды. Шақырғанда ешқандай не қылды, ауыртпалық болмаған. Жеңіл түрмен. Көбінен Хазіреті Әбу Ханифаның рахматуллахи өзінде де жаңағы бар ғой қиссалары. Жаңағы о кісінің сондай бір көркем мінездігі, іс әрекетімен осы дінді де қабылдаған деп та, дінді де қабылдап кеткен. Орада сен дінді қабылда, сен мынаны деген нәрсе болмаған. Бізде қазір не? Пайғамбар саллаллаху хадис шәрітінде де келеді ғой. Анас ибн Малик радиаллаху анху ан-наби саллаллаху алейхи вассалам қола айтты. Қола ястиру ва туассиру ва баширу ва ла тунаффиру. Я ақиқатында Анас ибн Малик радиаллаху анху сахабамыздан жеткен риуаятта не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Не деді? Дінде жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. Және сүйіншілеңдер, қашырып алмаңдар деді. Осы хадистің өзі бізге жеткілікті. Бізде дінде қазір қатаң болып баратқанда, және дінде шақырғанда сондай бір жеңілдікпен шақыруда. Ястиру ва ла туассиру. Жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. Сондықтан да қолымыздан келгенше жеңілдікпен, өзіміздің сол көркем мінезімізбен, сондай бір жақсы амалдарымызбен шақырсақ. Қазіргіде рас, ақиқат, келесің, барасың. Осындай сен қазір енді дін жолына түскен кезде айтады ғой бізде, бұны аталарымыз айтады, ашқа сырдайсың деп. Бірдеңе білгің келеді, бірдеңе сосын барасың, мешітке барасың, ұстаздардан сұрайсың, мынау қандай, мынау қандай. Сол кезде барынша көркем мінезбен, барынша жақындап, кеңіз, деп сондай бір көңілді, сондай көркем мінезбен шақыруға тырыссақ. Міне қандай әдемі. Сонда жаңағы сұрағанына жауап берсек, қабақ шытпасақ, сөйтіп айтып отырмын ғой, біздің ең бірінші ұстанымыз сол әдемі көркем мінезбен күліп жайнап, қабақ шытпай айтатын, сұрағын қоятын адам қоя алатындай жағдайда болуымыз керек қой. Кезінде бабаларымызда қазір уақытта діни тұрғыда парыз, уәжіп, діни үкімдерді солардың деңгейіне қарай амал ететін қоғам болып қалыптасып қалған уақытта кезінде бабалар сондай бір тәлім тәрбиесімен әдебі сондай күшті болған. Өзіміздің де ата-әжелеріміздің аузынан шыққан сөз болмайды, ұят болады, обал болады. Осы санаулы ғана үш-ақ ауыз сөзбен руханиятты тәрбиелеген кезінде бабаларымыз. Қазіргі уақытта енді көп адамдарға мынау міндеттелген парыз немесе уәжіп немесе мынау сүннет амал деген секілді дәлелмен айтып тұрсаң да, кейде оны мән бермейтін, дәстүрін, болмысын ұмытқан көптеген жастарымыз бар. Енді осы орайда екінші сұрақ осыған бір жалғау болатындай, дін деген нәрсе жалпы адамның руханиятына қаншалықты әсері бар? Қалай дамуына немесе жекелей руханияттың қалыптасқан адамның бойынан қандай қасиеттерді көруге болады? Қандай қасиетті көргенде діннің адамға руханиятына әсері, мысалы оның имандылығына, сабырлығы секілді дүниелерге. Бізде мынауға бір нәрсені айта кетейік, бір нәрсе мынау көбіне қарасаң дейді, өте бір адамды көресің дейді, мұсылман бауырым дейді, сөйлеуі қиын, өте сабырлық соншалықты дейді. Ол кім десең қарасаң, ол жаңағы пайғамбар саллаллаху сүннет амалына мықты берік ұстанған, және де екінші Құран көп оқыған. Қанша ілімді болған адам сонша сабырлы болады дейді. Қанша ілімді алған, ішкен сондай адам соншалықты сабырлы болады дейді. Бізде жаңағы жаңағы сөздің жартысына дейін келіп тыңдар-тыңдамас бірдеңе білем деп алға қарай шығып кетудің жағдайдың бәрі ол шала ілімнен екенді. Ол шала ілімнен. Ал шынайы нағыз ілімді ғалымдар ол кісілер не алған? Ол кісілер сондай сабырлықты ұстанған. Және қарапайым. Қарапайым. Сонда айтатын, көп сөйлеме, қарағым, көкелеңіз. Көп сөйлеген адамда көп жаңылысу болады. Көп қателесу болады. Көп сөйлеген ер адамға тура келмейді деп те өстіп кәдімгі қарапайым сөзбен бізге айтатын. Қарағым, бар ғой бізде ырым тиын дегендей жаңағындай ата-бабаларымыз мысалы қандай дінді ұстанды, қандай неғылды, сонда жаңағы олар да жаңа медресе оқыды, Абай атамыз, Шәкәрім, Құдай берген, және де Мәшһүр Жүсіп бәрі медресені оқыды, бітірді, басқа. Оның бәрі молда,
имам болып кеткен жоқ. әрине. Олар не үшін оқыды? Ертең мен артындағы жастарға оларға не айтам? Біз қазіргі уақытта тек жеке бас ойлау. Сондықтан әлде де айтатынымыз, көпшілікке де айтатынымыз, өзімізден гөрі өзгені көбірек ойласақ, бізде ондай нәрсе. Келесі сұрағымыз қазақ халқының, яғни біздің тікелей айтқанда, ұлттық болмысында дін мен дәстүрдің сабақтастығы қалай көрінеді? Мысалға, бұл мысал ретінде ең қарапайым баланың дүниеге келген уақытында азан шақырып ат қоюы болсын, ертең ол еңбектеп аяққа тұрып жүрген сәтінде біреудің ақысына кірмесін деп жаңағы ала жіпті аяғына байлап ақ пен қараға, ақты ақ, қараны қара деп білсін, біреудің ала жібін аттамасын деген сондай бір жақсы ырыммен, бір сеніммен жаңағыдай ала жіпті қиып жатады. Тура осы секілді сол қазақ халқының ішінде ұлттық құндылықтарға қатысты, дәстүрге қатысты дінмен бір-біріне ұштаса сабақтасқан көріністерді атап айтсаңыз. Бұл енді былай айтқанда сіздің айтып отқаныңызға түсінгенім ырым тиымға да кіреді ғой. Дін мен дәстүрдің тікелей байланысы. Мынау енді азан шақырып ат қою, бұл енді айтып отыр, пайғамбар сүннет амалы дейміз, азан шақырып ат қою, және де ақиға құрбандық шалынып жатады. Сол сияқты қарап отырсаң, бұл баланың шындап келген кезде оның рухани тазалығына бірінші әсер етеді екен. Баланың сонда жаңа азан шақырып айтқан кезде қандай балаға азан айт, бұл бір апталық па туылғаны сезінеді. Оған енді айтып отырмын, оның былай адам дүниесі біледі. Ол түйсік оянады екен де сол кезде азанмен. Адамның түйсік сана сезімі сол бастан бастап былай айтқанда енді тани бастайды екен да. Адамды көріп, адамды танып, түйсігі, құлақта бәрі оянады екен азанның құдіретімен. Сол сияқты бәрінде бұның бәрін неғын шарапаты бар, бұның бәрін біліп талдап кеткен ғой бізге. Бізге жолығып көрсетіп кеткен. Және де мынау қазақ еліне қарап отырсақ, бір күні мынау ата бабамыз дейміз ғой, ата бабаларымыз қандай еді, қолына су құйып атсаң, айналайын қарағым өсуін, тілек дұға бата береді. Өсуін молда бол дейтін. Bir günü жаңа жерде мен тұрғам, сөйтіп жаңағы қолына бір кісіге су құйып жатыр қарияға, жас бала. Сөйтсе әкесі қасында тұр, қолын жуып болғаннан кейін айналайын шырағым молда бол демей ме жаңа? Сөйтсе молда болмай-ақ қойсын дейді. И так молда жетеді дейді ғой. Қараса түсінік сана сезім қайда? Сонда молда дегеннің бәрі жаңа кәдімгі молда имамдар деп ойлайды. Негізгі оның айтқысы келгені иманды болсын деген ғой. Иманды болсын, жан тәні таза болсын деген мағынаны айтқан. Сол мәселеде түсініктер сондай жағдайға кетіп қалды. Бұрадар не айтады ғой? Сендер дейді, қай кезде көпшіл болыңдар дейді. Сендер жамағат көпшіл болыңдар дейді. Қай кезде жамағат көбейген сайын дейді. Ағайын туысың ынтымақ бірлігің не қылады? Тасыған сайын, арта басқан сайын сенің дұғаңда қабылы бастайды. Біз енді қарындасымызды ренжітіп қойып, ананы ренжітіп қойып істеген дұғамыз, істеген амалымыз еш жаққа бармайды. Сен үйіңе қанша молданы шақырып қойып, Құран оқытып отырсың ба, басқа қылып отырсың ба, мына жақта сенің әкең ба, шешең ба ренжіп отырса, басқа қылып отырса, ол енді пайғамбар несінде хадис шәрифінде де келеді ғой, жаңа намазда біреудің несін қақсына кіріп келсең, ренжітіп келсең, сенің намазында қабылмайды деген жер бар. Сол сияқты бірінші біздің рухани тазалығымыз ол ешкімді ренжітпеу. Сонда Алла Тағаланың өзінің айтқаны бар. Алла Тағала не деді? Менің құзырыма келесіңдер дейді. Менің құзырыма келгенде дейді, мейірімділік соншалықты ешкімге қарыз болмай, ешкімнің аманатына қиянат жасамай, ешкімнің хақысына кірмей келулерін нәсіп етсін. Қараш, өзінің құлдарына істеп отқан сондай мейірімділігі да. Біз неге жаназада да көбіне айтамыз ғой, қарыз бар ма жоқ па, осындай. Сол сияқты біздің ең жақсы сөзіміз де, Алланың құзырына барғанда ешкімнің аманатына қиянат жасамай, хақысына кірмей, қарызданбай баруды Алла нәсіп етсін депті. Сол сияқты біз осы бастан жаңа баланы азан айтудан шығып отыр ғой, соған тәрбиелеу. Ал пайғамбар хадисінде тағы келеді. Айтады, мұнафиқтың 3 белгісі бар деді. Өтірік сөйлесе, өтірік сөйлесе, уәдесінде тұрмаса, аманатқа қиянат жасаса деді. Бұл мұнафиқтың белгісі деді.
белгісінен. Сол сияқты біз балдарымыздың өзін осы бастан не қылуымыз керек, соған тәрбиелеуіміз керек. Және дінді қорғау деген не? Дінді қорғауды бізде ойлайды, имамдар немесе жаңағы ұстаздар осылар қорғау. Әрбір дінді, дәстүрімізді, салтымызды, елімізді, өзіміздің былай айтқанда Түркістан облысы деп айтайық, соны қорғаудың өзі әрбір мұсылманның міндеті болып табылады. Былай айтатын болсақ, бір күні нені оқығансыз ғой, Ағылшын тыңшысы деген кітап бар. Сода жаңағы 25 адамды дайындап, жаңағы осы мұсылман елінің екенін жаңағы осыны неғылайық, азғырайық, осыларды жаңағы қайтсек те жеңіп аламыз деп, оларды қанша жыл оқытып, жаңағы Құранды жаттатып, сөйтіп жіберген ғой. Содан кейін қайтқанда не алады? 5-ақ қайтады, 20-сы дін, ислам дінін мойындап кеткен ғой. Сонда жаңағы айтып отыр ғой, burada қолымыздан келгенше Алла Субхана тағала әйтеуір қуат берсін. Егер саған келді, былай енді айтқан мысал ретінде айтқанда Түркістанға келді, сондай бір тыншы келді, осы Түркістан, Шымкент облысы иманды деп айтады. Осылар осындай деп айтады, көрейікші сынайық дейді. Сондай жағдаймен келді, бір сатушыға әшейін, базарда тұрған бір сатушыға келді. Бір 10 мыңның затын 20 мыңға алып кетті де, өтірік білмегенсіп, артығымен. Ал ана мұсылман бауырың оны алды, алғаннан кейін біліп тұр. 5-10 мың теңге артық беріп кетті. Егер нәпсісіне еріп, соны апқаса, не қылды? Қайтарма егесіне. Ол кезде не қылды? Бүкіл Түркістан, бүкіл неге? Қара жамылды. Қараңыз, міне мұсылман иман деген жерің осы ма? Мынаны қараш, 5-10 теңгеге бола. Деп не қылады? Ол тек өзі ғана емес. Бүкіл намаз қандар, мұсылман бауырларға не қылады? Тіл тигізеді. Ал енді сорада нәпсісіне ермей, Алла сақтасын деп жүгіріп барып артынан жаңа ақшаны қайтып берсе, артық ақша берсі осы десе, не қылды? Дінді қорғады, елді қорғады. Бүкіл Түркістан облысын қорғады. Шында ақиқатта міне бұл ауылдың адамдар осындай екен. Сол сияқты бізде түсінік қап кеткенде, жаңағындай тек қана жаңағы басқа біреулер қорғау керек. Сол сияқты отанымызды қандай қорғасақ, дінімізде, дәстүрімізде солай қорғау міндетіміз. Алла разы болсын. Мақберен, қазір енді қоғамда жалпы дәстүр мен дінді кейде арасында пікірталастар болып жатады, дәстүр мен дінге қатысты. Осы орайда бұл екі ұғымды жалпы бір-біріне қарсы қою қаншалықты дұрыс немесе бұрыс? Дәстүр мен дінді бір-біріне қарама-қарсы қою. Мен енді жаңа сөздің басында айтып кеткенім сол ғой. Бізде қазіргі көп қарап отырсаң, байқап отырсаң, мынау қазір ашық болып кетті бәрі. Дамығаннан кейін көріп отырасың, телефоннан да көріп отырасың, ақпарат құралдары күшейіп кетті, дамып кетті. Соның екінің бірінде мен түсінігім, жаңағы көбіне қарасаң, дәстүрді бөліп бағайды. Жаңағы дәстүрді жаңағы діннен бөліп тастағысы келіп жатқан сияқты. Мен түсінімде басқа да түсінеді ғой, білетін адам, сана сезім бар адам. Сондай түсінікпен де ол еш уақытта болмайтын нәрсе ғой. Еш уақытта болмайтын нәрсе. Өйткені дәстүр біздің қанымызға сіңген нәрсе. Бұлай сұрақ ретінде әкеңді жақсы көресің ба, немесе анаңды жақсы көресің ба деген сияқты айтуға болады. Дәл сол сияқты, әкең екеуі бөліп жара алмайсың, екеуі қажетті. Бір хазіретіміз келді ғой, хазіретіміз келді де айтты, осы ынтымақтық бірлестік қандай, бауырмашылдық қандай деді. Сол сияқты burada сондай біздің ынтымақ бірлік бауырмашылдығымыздың білдіретін көріністі. Бұл дін мен дәстүр сондай біз байланысымыз. Егер жаңағы бөлінетін болсаң, бір шыбық әкел деді, сөйтіп сындыр деп торт кетті. Не алды? Шыбықтарды жинап үйіп әкел деді, үйіп әкел олмаждап қанша қабаттап, ал енді сындыр деп сынбады. Бұның сыры неде деді? Бұның сыры міне бірлестікте, ынтымақта деді. Сол сияқты бұдан егер бөлініп шығатын болса, ол жеңіледі. Ол сынады. Ал енді біз көппен айтып отырық қой, біз қай кезде жамағат деген сөздің өзінің қандай несі бар да? Мысалы, мешіттің өзінде де жамағатта отырамыз, басқа қыламыз. Жаңа пайғамбар саллаллаху өзінде жаңа уақыттың өзінде де не қылды? Біреу келмей қалса, сахабам біреу намазға келмей қалса, пәленше неғып келмей қалды намазға. Ауырып қалды ма? Басқа жоқ, сапарға кетіп еді, осындай деп айтқанда, соң сыртына дұға қылып отты.
ауырып қапты, пәленше келмей қалды бүгін намазға десе, оның сыртынан не? Дұға қылды жамағат болып, шипа берсін деп. Сол сияқты біз бірлікте ғой, ынтымақта. Еш уақытта мүмкін емес бұл бөлінуі. Қайта Құда қаласа ойлаймын, бізде қана сана сезімді қанша ғалым, қанша ұстаздар қазір қатар көйіп келе жатыр ғой. Мен түсінігім, Құда қаласа Алла нәсіп етсе, дін мен дәстүрдің бұл несі Құда қаласа асқақтап, Құда қаласа үлкен биік шыңға жетеді деген ойдамыз енді. Алла разы болсын. Алла қуат берсін. Осы сұрақтан бұрын жалпы мынау дін мен дәстүрдің тікелей біреуіне байланысы, жалпы біздің қазақ халқының ұлтының ішіндегі дәстүрлердің дінге тікелей тығыз байланысты екендігі туралы сұрақ қойылған, және сол сұрақтың айналасында жалпы оны дұрыс деп бағалау үшін жалпы әр нәрсенің бағасын оның адамға алып келген пайдасымен өлшенеді. Былай қараған уақытта ең қарапайым біз сөздің ортасында балаға азан шығарып ат қоюдан басталды, бірақ та сол баланың азан шығарып ат қойғаннан кейінгі біздегі тәрбие бойынша, дәстүр бойынша мынау бесікке аяқ қолы түзу болсын, ұйқысы тыныш болсын деп бесікке әжелеріміз бөледі, балдарды, келешек ұрпақтарын бөледі. Осы орайда кейде әрине бұл шариғат төңірегінде жоқ болуы әбден мүмкін. Мысалға бесіктің басына немесе аяқ жағына, әрине аяқ жағына емес, ең бастысы бас жағына үкінің қауырсын тағу мәселесі болсын. Осы секілді дүниелерді дәстүрден аса бір білімі болмаған, көп ілім ізденбеген кісілер оны ширкке теңеп, оны бізде мүлдем шариғатта жоқ нәрсені жасауға болмайды деп кейде бір асығыс шешім қабылдап жатады. Бірақ шариғатта болмаған нәрсенің барлығы ол шариғатқа қарсы деген дүние емес. Бұл біздің дәстүрімізде сіңіп қалған. Бұл сол бесіктегі баланың былай айтқанда үкінің қауырсыны, ең қарапайым мынау жерде қыбырлап жыбырлап жүрген өрмекшісі бар, жыланы бар, олардың былай айтқанда дұшпан екен. Кейінірек бұны терең зерттеп қараған уақытта көпшілігінің көзі ашылып, бұл негізі аса бір Құдайға сенгенде сенетіндей дүние емес екен, бірақ сол нәрсенің қорғалуына, баланың ұйқысының дұрыс болуына себепші екен деп кейінірек сабырлықпен, даналықпен түсініп жатқан қаншама адамдар бар. Тура осы секілді біздің дәстүрімізде де әрине шариғатқа тікелей шариғаттың өзіне ат аталып түрі түстермесе де, бірақ шариғатқа қарсы келмейтін, оның бағасы өмірде де көпшілікке де пайдасы тиетін дүниелер болғандықтан аса бір бұл нәрсеге қадалып, осы нәрсемен бір шектеліп қалудың қажеті жоқ сияқты. Ол қайта дін мен дәстүр тікелей бір құстың бір екі қанаты секілді бірінен бірін ажырата алмаймыз. Енді осы орайда келесі сұрағымыз, енді Мағжан Жұмабаев атамыз айтты ғой, Астана айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін. Қазіргі жастар телефонға телміріп, теледидардың алдына шықпай, немесе ең қарапайым сол осы смартфонның ішінде түрлі миды улайтын, оның сана сезімін төмендететін түрлі ойындарға уақыттарын кетіріп жатқан қаншама жастарымыз бар. Осы орайда сол сұрақтың негізгі сол жастарға бұрылып тұрған сұрақ, қазіргі жастар ұлттық құндылықтардан алыстап бара жатыр деген пікір көп қоғамда. Енді солардың сол ұлттық құндылықтан алыстап өткен тарихын білмей қалуына немесе білмей жатқандығына қандай нәрселер немесе қандай амалдар себеп болып жатыр деп ойлайсыз? Енді шынын айтқан кезде жастарымыздың қабілеті де баяғы сол ілімге деген құштарлығы да сол қалпында негізі. Burada бізді құртып атқан, бізді жаңылыстырып атқан, жаңа айтып отырық қой, бірінші мәселе бізді осы дінмен, дәстүрден алыстату. Осы мәселеге ол жастар не нәрсенің болсын тез қабылдайды. Сондықтан да Абай атамызда, Шәкәрім бабамызда бәрі неғылды? Осы жолында неғылды? Медресені оқып, осы діни сауатты ашу, осының бәрін не үшін істеді, не үшін оқыды, не үшін алды? Сонда сол кезде білген екен ғой біздің жастарымыздың осыншалықты ауытқуға кетіп қалатындығын. Міне. Енді қазір қарап отырсаң дәріптейміз. Ой, Абай атамыз, ой, Шәкәрім дегеніміз, Мәшһүр Жүсіп бабамыздан осындай ғұламалар, осындай нелер деп дәріптеп, ол кісілердің жаңағы несін айтып насихаттаймыз,
Ал енді қарап отырсаң, соны насихаттаған көкелеріміздің өзі қазір қаншасы өмірден өтіп кетті. Өмірден өтіп кетті. Бірақ неге біз тек қана дәріптей береміз? Олар да еттен сүйектен жаралды ғой. Олар да ата-анамның арқылы дүниеге келді ғой. Иншалла, Ал енді бізде бірақ нәрсе бар да, тек тіл айту, бірақ амал жоқ. Неге? Амал жоқ. Өйткені қазір физика мамандығы да, небір философ, басқа небір мамандарда шығып жатыр. Біз өзіміз Қазақстанда жоқ емес бар. Бірақ соны амалға асыру, бірігу, бірігіп содан бір нәтиже шығару. Сол сияқты сол жастарымыз неге бізде сондай болмасқа? Ондай ұмтылыс жоқ та, қарап отырсаң. Тек қана біз дәріптемді айтамыз қоямыз, ұмтылысу. Соған қарай ертең сен де атың туы сол бабаларымыз сияқты неге қалмасқа? Тек қана біз сөйтіп кете береміз бе? Біз тек соларды айт, Алла разы болсын о кісілерге. Олар қолынан келген амалдың бәрін жасады. Біз не жасадық? Біз жасай алдық па? Құр әшейін сол кісілердің айтқанын айтып жүре береміз бе? Біз неге амал етпеске? Неге сол кісілерге ұқсамасқа? Жақсы нәрсеге асықпасқа? Бізде жаңағындай кертартпа бар. Ой, мынау мынандай дейді. Ырымды айтсаң, кім айтты? Жаңа дәстүр демекші, ырым демекші, жаңағы үкі деп айтсыз ғой мысалы. Үкінің өзін қазір жаңағындай шірк деп аты бар. Қаяқтан шықты ол әңгіме? Кімнен шықты? Мұны қарап отырсаңыз, бұның бәрі бізді адастырушы. Ал сол кезде көкелеріміз, ол кезде ашық дала, бұндай қалалық емес. Ашық дала, айдала. Сонда не қылды? Шекпен тіккізеді екен, қасқырдың терісінен. Не үшін тіккізесің? Сонда жаңағы, қанша километр, қанша шақырым жер жаяу жүреді екен. Қойшы ауыл бар жаңағы, жаяу жүргенде не үшін киді дейдің? Өйткені қасқырдың шекпен киімнен тіккен киім арқылы не қылды? Жаңағы бәлелерден сақ болады екен, жыртқыштардан. Ит екеш, иттің өзі қашып кетеді екен, ананың иісін істегенге. Сол сияқты ырым дегеннің, ата бабаларымыздың бәрін істеген әрбір ырым тиімнің бәрі көреген, оның артында сыр жатыр. Бала үйге қарай жүгірме, жаман болады дейтін. Сонда да айтым, білмейміз, сұрамаймыз, бол тоқтатамыз. Айтты, бітті. Өйткені артында сыр жатыр. Сөйтсек, оның сыры не екен? Оның сырын кейін біліп жатыр. Неге? Ол кезде жау шапқыш уақыты, жоңғардың жаңа шапқыш уақытында жау шапты деп үйге қарай жүгіреді екен ғой балдар. Уайымдап қалмас. Сол жаман нәрсе екен де, сол жаман ырым екен. Сондықтан не алды? Оны да тиітті. Ата бабаларымыз әшейін қарапайым сөзбен, бірақ әрбір сөздері солардың, сол даналығы хадиске келеді да тіреліп, арчаға түпкен іздесе. Олардың сол діннен алыстамаған байқауы. Діннен алыстамаған, соң діннен алған бәрі артына айналып келгенде соған қарасаң ішінде ақиқатында соған келіп тіреледі. Бізде сұрағымыз, біздегі қазақ әрбір әулетіндегі отбасында бала күннен діни тұрғыда үлкен терминдерді айтпаса да, үлкенге құрмет, кішіге ізетті бала күннен сіңіріп өстік. Үйге қонақ келіп жатса, мынау сенің үлкен атаң болады, мынау әжең болады, мынау нағашы апаң болады, мынау нағашы әжең болады деген секілді ол кісілерге барып амандаспаған болса барып қолын алып амандас, жағдайын сұра. Енді отыруға шамасы келмесе, жантайып жататын болса жастығын алып кеп бер, шаршаған болса аяғын жаңағы ұқалап бер деген секілді қызметке жұмсап жатамыз. Осы орайда енді сол қазақ отбасында үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету сияқты тәрбиелердің жалпы рухани маңызы қандай? Оның бала күндегі айтқандағы тәлім тәрбие өскендегі жемісінің бір нәтижесі туралы айтсаңыз иншалла. Мынау айтып отырмын ғой, балаға тәрбие дегенде өзімізде бала болдық, бізге тәрбие айтқан кезде айтатын, қарағым, әкеңнің, шешеңнің достарын, туыстарын сыйла депті. Мынау бірінші бізге үйрететін нәрсе сол тұрған. Сосын жаңағы әкең өлсе де не дейді? Әкеңнің көзін көргендер өлмесін депті. Сол кезде сол сөзге біз түсінбедік қой кезінде. Енді қазір жастарға да осы айтылу көбірек. Қазір түсініп жатыр, кейін түсініп жатыр. Мен қазірге дейін өзімне былай алып қарайтын болсам, анам өтті өмірден. Анамның жаңа былай достары, подружка дейді былай айтқанда, солар бар ғой. Соларды көрсем, көзіме жас келеді де тұрады. Үйге шақырам. Кесеңіздіш. Аналар көрген сайын көзіме жас аламын.
Сонда сол кезде мына айтып кетті да, әкеңнің көзін, шешең көзін көргендер өлмесін деген осы екен ғой. Осылар мына қандай ыстық. Сол кезде сезініп алып, біз неге енді тек қана сол кезде сезінуіміз керек өмірден өткесін. Мен сол айтарым, осы бастан сезінсек. Жаңа айтқандай ата, көке, қария. Мен де сол қариялардың шапанында өстім, шапанның астында. Ақсақалдар. Олардың сөздері, ұлағат сөздері, айтқан сөздерінің бәрі есімде. Отырған кездегі айтатын, жастарға айтатын, тыңдап отыратынымыз үй. Ол кезде жаңағыда әр жерде молда болып, молда тек қана сөйлеуіміз, ол кезде ақсақалдарды тыңдайтынбыз, дұрыс па? Кейін ғой мешіттер көбейіп, Алланың қалауымен әйтеуір жаңағы имамдар неғып шығып, Алла разы болсын, ұстаздар шығып. Ол кезде не? Біздің ұстазымыз да басқамыз көбіне ақсақалдар еді. Біз солардан тәлім тәрбие алдық, солардың сөзін алдық. Ал енді қазіргі жаңа айтқандай ақсақалдар қандай? Айтады ғой, жаңа өзіңіз айтпақшы, біз айту үшін, бір сөзді айту үшін, біз өзіміз соған лайықты болуымыз керек та. Сонда біздің сөзіміз оған өтеді. Енді өзіміз лайық болмаса ол сөзге, біз ана айтып қойып, өзіміздің істеп жүргеніміз басқа болса, ол сөз өтпейді. Ол сөз өтпейді. Ал қазіргі ақсақалдарда енді артық айтып қойсам кешіріп қойсын. Ақсақалдарда да қазір қарап отырсаң, ақсақалдық көрініс жоқ. Сақал жоқ, шапан жоқ, баяғы көкелеріміз. 70-ке, 60-қа келген кісілерге қарасаң, жас көрінен ба дейді. Немесе жаңағы ұлағатта жаңағындай сөз жоқ. Олар қалай жастарға сөз өтеді? Жастар қазір қарап отырсаң, әрбір айту үшін, мысалы, төрге шық. Төрге шығу үшін де сен өзің ойлан, ана төрге мен лайықпын ба, лайықты емеспін ба? Төрдің де хақысы бар. Төрге шығуың да хақысы бар. Шыққан кезде, төрге шықтың ғой, құдасың ғой, басқасың ғой, бата беріңіз деп айтады. Ол сөзсіз. Бізді қазақи дәстүр, ол да соған дәстүрге еніп кеткен. Төрге шыққан құда, ақсақал қарияға бата бер. Ал ол кезде жаңа сен бер, 60-70-ке келген кісілер. Ал енді солар қандай? Ертең жастарға қандай? Дәстүріміз насихаттай алады. Әдеп ғұрпымызды насихаттай алады. Міне сол сияқты біз айтып отырмын ғой, егер сондай ақсақалдарымыздан, қарияларымыздан қатары иншалла көп болсын енді. Сол жаңағы қазір сағынамыз. Сол кісілерді, сол қарияларды сағынамын. Әзірді, өйткені мен солардың шапанының астында өстім. Былай айтқанда. Қазір сағынамын. Жоқ ондай ақсақалдар. Бар шығар, әрбір жерде бірең сараң. Бірақ сол ақсақалдар жоқ емес, бар. Бірақ біленді ауыр тиетін шығар, қарияларға айтпай-ақ қояйық, енді шын айтқанда да. Міне сол сияқты біз әрбір сөзге өзіміз лайықты болуымыз керек. Ақыл айту үшін де, сен ақыл айту үшін де, мысалы, соған сен өзің лайықты болуың керек. Хазіретіміз Әбу Ханифадан да жеткен бар ғой, нелі? Қиссаларда бар ғой жаңағы. Білесіз ғана балаң, мед көп жейді деп. Ана балды көп жейді. Балды көп жейді, осыны тоқтатып берсе 40 күннен кейін келіңіз дейді ғой. 40 күннен кейін келгеннен кейін балаға, мен қысқаша айтайын, 40 күннен кейін келген балам енді ет жеме деп айтады. Сонда бар айтқан осы мына шешесі ашуланған ғой. Мен сол 40 күн күткенде айтқан сөзіңіз осақ па деп. Сонда айтайын, қарағым, мен 40 күн бұрын өзім бал жейтінмін, өзім тоқтаттым, сосын барып айттым деді. Міне сөз өтті да. Сол сияқты бұның несі осы екен. Әрбір айтар сөзімізге бірінші өзіміз дайындалып, өзімізді лайықты қылып, сосын барып айтсақ, иншалла ол сөзіміз. Қазіргі қоғамда жалпы адам баласы өзгеге көп ренжігеннен өзімен жұмыс жасаған дұрыс қой. Ең бастысы сол. Өйткені қоғамда мысалға ақыл айту немесе сынау өте жеңіл, өте оңай деп айтсақ болады. Бірақ өмірде ең қиын не нәрсе десе, адам өзімен өзі жұмыс жасау қиын екен. Бірақ ол адамның өзімен өзі жұмыс жасау тек жас кезінде ғана емес, адам дүниеден өткенге дейін өзімен өзі арпалысып күресіп өтеді екен. Мейлі ол мінезін дұрыстау мәселесі болсын, сөзін дұрыстау мәселесі болсын, құлшылығының дұрысталу мәселесі болсын, барлығында адам өзінің әрекетін, өзін жақсы жақ қарай, жақсы қасиетке қарай, жақсы бір болмысқа қарай итермелеп әрекет етпесе, өзгенің айтқан сөзі оған өте қиын. Сондықтан келесі біздің сұрағымыз, қазіргі жаңа сөз басында айтқанымыздай дамыған уақыт, технологияның дамыған уақыты,
жылтыраған дүниенің көп көзге түсетін сәті. Осындай қазіргі жаһандану кезеңінде ұлттық болмысты сақтап қалу үшін біз мейлі ол үлкен жастағы адам болсын, жас жігіт болсын, жас әйел кісі болсын, қыз болсын, қандай қадамдардан бастағанымыз дұрыс? Отбасындағы насихаттан кейінгі қандай қадамдар жасағанымыз абзалырақ? Болмысты сақтау үшін жалпылама барлық елдің ішіндегі жасы үлкені, кішісі болсын, ері, әйелі болсын. Burada енді Пайғамбар хадис шарифіне келетін болсақ, хадисінде айтады ғой, сендер өздерің жақсы көрген нәрсені өзгеге жақсы көрмейінше имандарың толық болмайды дейді. Бізде жаңа өзіңіз айтқандай тек жеке бас шектеліп қалу көбейіп кетті. Тек өзі жаңағы ағайын туыста да қарап отырсаң, көп енді біз имамдар болғаннан кейін көп жиында боламыз. Қарасаң қоңсы көрінбей қалады, сұрауға ыңғайсызданамыз, қара мына қоңсың деп. Қарасаң құда жекжатымен өзіме шектеліп сондай бір бөлініп жатқан уақыт бар қазір да, қарап отырсаңыз. Бірақ айтады ғой, қоңсында хақысы бар. Көрші өздігінен саған көрші болмайды, ол Алланың қалауымен көрші болады. Сол сияқты ол саған берілген сынақ, сол арқылы сен сыналасың дейді. Сол сияқты көршің жақсы болсын, жаман болсын, сен сыйлау міндетің екен де. Екінші, жаңағы жақсы көрген нәрсені басқа жақсы көрмейінше дегені, burada біз өзімізден гөрі өзгені көбірек ойласақ. Өзгені. Сонда бізде ырым тиым дегенге қарасақ, біздің ата-бабаларымыздың сондай нелеріне, қасиеттеріне таң қаласында, сонда айтады, ей, қарағым, ана жесір әйел мен шыққан кезде, жесір әйел шыққан кезде, сен әйеліңмен бірге жүрме, әйеліңнен алыстау жерде жүр дейді. Неге? Өйткені анаң сағысынып қалады. Мынау күйеуімен кетті, ол жалғыз өзі. Сондықтан да сен дейді, мына қараш біздің қандай өзгені ойлап тұр, өзгені жоғары. Және де мына бала сүймей отқан адамдар бар қанша. Алла енді оларға нәсіп етсін сондай торсықтай сәбиді. Сонда жаңағы баланы сүймей отқан адамдарды көрген кезде айтады, ей, қарағым, ананың көзінше балаңды еміреніп жақсы көріп аймалама дейді. Неге? Өйткені ол бір балаға зар болып отыр. Оның да неғылады, сағы сынып қалуы мүмкін. Басқа қол, оның көзінше неғыма деп. Қараш, сонда өзімізден өзгені көп ойлап отыр да, ол кісілердің жағдайын ойлап отыр да. Міне біздің ата-бабаларымыз қандай ол? Сондай ата-бабаларымыз қалай оларға тіл тигізе алады? Сондай ата-бабаларымыз қандай көрегендік істеді? Қандай намазында тастаған жоқ? Айтады жаңағы, осындай да осындай, біз бүттік, мынандай, мен ісім алға басып кетті дейді. Алға басып кетсе, сен әкең өлгенше саған дұға қылып кетті ғой. Мүмкін сол әкең дұғасы қабыл болып, сосын бар сен ісің алға басып жатқан шығар. Сен неге мән бермейсің? Міне сол сияқты айтып отыр ғой, қазір әруақ дейді, басқа дейді. Сен бірінші қандай сол әруағына лайықты құрмет көрсетіп жатсың ба? Сен сый көрсетіп жатсың ба? Бар, рас, ақиқат, рух, әруақ бар. Бірақ соның сыйласай құрметте. Тірі адам қалай құрметті болса? Наяты бір жұмаға барып, сол ата-бабаң тарапында көпшілікпен дұға етуге де уақытың жоқ қой сен. Сен қалай ата-баба әруағым дейсің? Уақытта таппай жатсың ғой сен. Ал сен қаял өзгені ойлайсың сен? Қаяқтан? Өйткені уақытың жоқ. Сен жеке басыңмен қамтылып қалдың, болды. Сондықтан да бізде жаңағы ата-бабалардың өзі неғылды? Сондай нәрселердің өзін байқап жүрген ғой. Сондықтан да қызымызға да тыйым. 40 жерден тыйым дей ме жаңа? 40 үйден тыйым. Сол сияқты қызымызға да басқа. Қызды қолынан келгенше неғыл дейді? Төріңе шығар құрметте дейді. Өйткені жат жұртты қалған уақыттың бәрінде ол біреудің босағасында болуы мүмкін. Өзіңнің әулетіңдегі келін біреудің қызы, сенің қызың біреудің әулетіне келін болады. Сол сияқты сен неғылдың? Біреудің қызын сыйлағандай өзің қызыңды. Қарап отырсаң, екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ дейді, бірдей құрметтеу. Өйткені неге? Онда қанаттықта қақтырмай, тұмсыққа шықтырмай өсірген ата-ана бар ғой. Біздің де қызды соны бар. Сондықтан да сондай бір құрметпен қарау қоян қыз балаға. Өйткені қыз бала былай айтқанда қонақ қой.
Бақберген аға, Алла разы болсын. Енді мынау сұхбатымыздың соңғы сұрағы ретінде, бұл әрине бұл сұрақ емес, жалпы көрермендерге осы бүгінгі дін, руханият, дәстүр, ұлттық болмыс деген тақырып аясында бір өзіңіздің 90 ауыз сөз толықтай түйінін бір түйіндеп көрермендерге бір қысқа нұсқа бір насихатыңызды айтсаңыз иншалла. Құрметті көрермен, шынында 99 сөздің түйіні демекші, шынында мынау дәріптейік, дінімізді, дәстүрімізді дәріптейік, ұлттық құндылықтарымызды дәріптейік. Әрине, осының бәрі сіздер мен біздердің бірлікте ғой, ынтымақ бірлікте. Біз егер бөлінсек, біз егер көзқарастарымыз өзгеріп жатса, бұл енді арасы алыстау мүмкін. Сондықтан да қолымыздан келгенше баршаңызға айтарым, Құда қаласа, иншалла осы қазақ халқымыз өсіп өнуі, өнегелі болуы, және де саналы болуы, небір ғалымдар, хафиздар, ғалымдар, ғұламалар шығуының себебі болуының өзі осы сізбен біздің бірліктерімізде ғой. Бірлігімізді арттырсын, ынтымақ бірлігімізді арттырсын. Осы жаңағы айтады, құрмет деген не? Құрмет дегеннің өзі әшейін алдымызға бір бас келді. Бас келсе жаңағы, әкең бар ма деп сұрайды ғой. Әкең бар ма? Әкең болса бастама деп. Сөйтсе кейбіреулеріміз теріс түсінікте бар. Болмайтын әшейін шамал нәрсеген теріс түсінік. Burada тек қана құрмет. Әкең тұрғанда сен бастамай-ақ қой. Әкеңді сыйла. Сосын екінші мәселе, төрге барады. Сен молдасың ба, басқасың ба, сенен үлкен ағаң отырма, әкең отырма, одан алдын шығып кетпесей. Болды. Құрмет. Құрмет, ол да құрмет. Өйткені әке арқылы келіп отырсың сен. Әкеңнен алға шықпай. Көп жерде байқап қаламыз. Жаңа әкесі тұрып баласы сөйлеп отырады, төрге шығып жаңағы бір сұрақтарды қойып жатады. Шешесі тұрып қыз сөйлеу дейді. Міне сол сияқты осы нәрселер боялып баратқан жағдай бар. Сондықтан да осы мәселеге көбірек көңіл бөлейік. Burada тұрған нәрсе жоқ. Burada тек қана сіздерден, біздерден сұрайтын нәрсе үлкенге құрмет, кішіге ізет. Иншалла осы амал ету нәрсе етсін. Бүгінгі көріп отырсыздар ғой. Дін, дәстүр, сабақтасы мәселесінде қандай уағыз насихат болды. Осы айтылған сөздерді естіген мұсылман бауырлар, көрермендер баршаңызға иншалла амал етулеріңіз нәсіп етсін енді. Алла разы болсын. Мынау адамды адам ететін білімі, көркем ететін мінезі, биік ететін оның руханияты дейді ғой. Сондықтан Алла сізге де ісіңізде табыс тілейміз, береке тілейміз. Алла отбасыңызды аман етсін, деніңізді сау етсін, еңбегіңіз елене берсін, Алланың назарында болған құлдарының қатарына етсін. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, бізге арнайы ажыратылған уақытымыз осымен өз мәресіне жетті. Сіздермен келесі түсірілімде, қойылымда көруге асығамыз. Алла амандықта жүздестірсін, аман сау болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын.